Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздерменен пеште піскен тауық етін жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық етін жақсылап ұсақтап турап аламыз. Картошкамызды, сәбізімізді, жуамызды жақсылап ұсақтап турап аламыз. Ыдысымызға тауық етін, картопымызды, сәбізімізді, үстіне жуамызды салып, дәмдеушімізді және тұзымызды салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Енді барлығын арнайы мешокқа салып, бетін жауып, 180 градуста пеште пісіріп аламыз. Күрішімізді жақсылап жуып, үстінен жылы суымызды құйып, бетін жауып қоямыз. Күрішіміздің суын төгіп, ыдысқа күрішімізді салып алып, үстінен мұздай су құйып, отқа қоямыз. Тұзын салып, 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Күрішіміз дайын. Картошкамыз барлығы дайын. Енді күрішіміздің жан-жағына әсемдеп қоямыз. Тағамыз дайын, барлығыңызға ас болсын.